Ал достар, қазір пеняны қалай төлейміз, соны көрсететін боламын. Госуслуги штрафыға кіреміз, платежи для ИП, обязательный пенсионный взносы, мысалға пенясын төлейтін болсаңыз, міне обязательный пенсионный взносыға кіресіз, обязательный пенсионный взносы үстіне басасыз, осы жерде төменгі жағында пеня за несвоевременное перечисление деп тұрады. Осыны белгілейсіз, период сіз қайға кешіктіріп жатырсыз, мысалға өткен жылдың ноябрь айы дейсіз, дағыны екі жерге де өзіңіздің иіңізді тересіз, сумма қанша теңге пеня шығып тұрсыз, соны көрсетесіз, дағын төлей бересіз. Пенсионканы міне осылай. Ал социальное отчисление дейді тура осылай. Міне выберите тип платежа дегенге, социальное отчисление основной сумма болса үстіңгісі, пеня болса екіншісі. Осылай төлеп, иіңізді жазасыз, период жазасыз, сумманы жазасыз, төлей бересіз. Ал медстраховканы міне көрсетейін сіздерге, отчисление на обязательное медицинское страхование деген тұр, үшінші. Осыны таңдаймыз. Одан кейін отчисление на обязательное социальное медицинское страхованияға кіресіздер. Егер ИП өз атыңызда болса, пеня за несвоевременное перечисление взносов на ОСМС КНП 124 деп тұр ең соңында. Осыны белгілейсіз. Одан кейін период 21 жылдың мысалға ноябрь айы, иіңізді тересіз, сумманы тересіз, осылай к оплате деп төлей бересіз.